Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке. Бүгін қайнатпалы кремнің рецептін бөліскім келеді. Өзім осы кремді өте жиі қолданамын. Торттарға, пирогтарға, пирожныйларға өте жұмсақ әрі өз формасын жақсы ұстайды. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші аз мөлшердегі суға желатинді салып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Түбі қалың қазанымызға жұмыртқаның сары уызын қосамыз, кейін шекерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Қаласаңыздар 2 дана жұмыртқа қосуға болады. Кристалымыз сәл ергеннен кейін салқын сүтімізді қосамыз. Келесі салқын сүтімізді де қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқаның түйіні қалмас үшін жақсылап венчикпен араластырамыз. Кейін өлшеніп алған кукурузный крахмалымызды да қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін орта отқа газға қоямыз. Газға қойғаннан кейін смесімізді жиі араластырып тұрамыз. Түбі жабысып қалмас үшін. Массамыз қоюланғаннан кейін газдан алып, жартылай суыған күтеміз. Міне менің қою массам дайын болды. Енді сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз. Смес жартылай жылы болуы керек. Сары май еретіндей жылы болса болды. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Желатинімізді ситадан өткізіп қосамыз. Арасында ерімей қалған желатин болса, ситада қалады. Енді барлығын жақсылап араластырып, кондитерлік мешокқа салып, холодильникке жарты сағатқа қойсаңыздар болады. Ал егерде холодильниктен алған сәтте креміңіз қатып қалса, кішкене миксерлеп қайта қолдана берсеңіздер болады. Сіздермен пайдалы ақпаратпен бөлістім деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.